Ассалаумағалейкум ағайындар. Қазір өте бір қуанышты жағдай. Өйткені қазір естеріңізде болса, біз Арыс қаласында Айман деген қарындасымызды алды бала шағасымен жалғыз басты квартира жалдап тұрған жерін түсірген болатынбыз. Ол видео енді керемет тараған соншалықты бүкіл Қазақстан әсер алып, бүкіл Қазақстан ол кісіге көмектесті. Міне соның бала шағасы мынаның бәрі. Қазір біз енді сол аманаттарыңызды табыстауға келе жатырмыз. Яғни үй алып берілгелі жатырмыз. Мұғжиза қорының жігіттері жиналған қаржыға көптеген қаржы жиналып, соған үйлі болуға, үйінің кілтін табыстауға келе жатырмыз. Құдай қаласа, жүріңіздер, міне бала шағасы бар осы жерде. Қалайсыңдар, Сен кімсің? Атын кім сен? Сен мамаң қаны? Үйде ма? Жаным, сен жақсы қызсың ба? Жүріңдер үйге. Жүріңдер үйге. Жүріңдер үйге. Қазір енді кілтін табыстаймыз. Саламатсыз ба? Айман қарындасымыз қалайсыз, амансыз ба? Денсаулығыңыз жақсы ма? Бала шағаңыздың бәрі үйде ма? Үйде, шүкір, келіңіздер. Ай, рахмет. Жақсы, жақсысыз. Сіздер жағдайларыңызды сұрап, біліп, көзімізбен көріп кетуге келдік. Шүкір, жақсы, келіңіз. Енді бізде бір өте бір толқып тұрмыз. Сіздің жағдайыңызды келіп түсірген екен, бізге де көптеген адамдар хабарласып, қалай бұл кісілерге көмектессек болады, қалай ақша жіберсек болады деген көптеген бізге ұсыныстар түсті. Соны енді бір шетіне қазақ халқына да алғысымыз шексіз. Одан кейін сол халықпен бізді көпір қылып жатқан мына жігіттер, міне Мұғжиза қоры. Енді сіздің Құдай жағдайыңызды естіп, біз сізге бір үлкен бір қуанышты жағдаймен келіп, яғни үйдің кілтін табыстағалы тұрмыз. Достар, ағайындар, сіздердің аманаттарыңызды тапсырғалы келіп тұрмыз. Арыс қаласындамыз. Мінекей Айман қарындасымыз көз алдымызда тұр. Өзі ерікке жыламаңыз Көп жасаңыздар, Алланың нұры жаусын, сіздер көп жасаңыздар. Жандарым. Қазір үйлеріңізде барып, сол жаққа барып көрсетеміз. Сол жаққа барлығы той, дастархан, адамдар, халық, сіздердің көршілеріңіз бәрі сіздерді күтіп жатыр. Сол жаққа барып жалғастырса, қалай қарайсыздар? Кеттік па? Үйлеріңіз көресіз ба? Көргіңіз келіп тұр ма? Жүріңіздер онда, жиналыңыздар. Кеттік, жиналыңыздар, жолдар. يا خالد يا شهيد لطيف الله ومحمد رسول الله يا حكيم يا عظيم عزيز الله يا قدوس يا ملك حفيظ الله يا أول يا آخر ظهير الله ومحمد رسول Kengіз Айман, міне сіздің үйіңіз. Көп алыңдарыңыз. Рахмет сіздерге, көп Алланың нұры жаусын. Құтты болсын үйіңіз, Алла береке берсін. Құдай қаласа осы жерде тек қана шаттық, береке, ынтымақ, бірлік тойға келе берсін. Ал бисмилля. Ал бисмилля. Құдай қаласа, 6 бала шағың өсіп, өніп, аман есен күліп ойнап жүре беріп. Алла разы болсын сіздерге, мен құрымды қуантыңыздар, әрі біздің көршіміз, қалай қиындықты бастан өткерген ел бәрін ұмытады. Алла разы болсын сіздерге, аман болыңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат. Міне бүгін Алланың қалауыменен үлкен қуанышқа ие болып отырсыздар, үлкен қуанышқа куә болып отырсыздар. Міне осыдан бір апта бұрын өздеріңізге видео жариялаған болатынбыз. Міне Алланың қалауыменен кілтті табыстап жатырмыз. Осы сіздердің берген пітір садақаларыңызды Рамазан айы бітпей жатып 12-сі күні 300 мың теңге табыстадық Алланың қалауыменен. 300 мың теңге 12-сі күні өзінің қолына ұстаттық. Міне бүгін Алланың қалауыменен айттың 2-ші күні баспана табыстап қуантып жатырмыз. Аллах тағала баршаларыңызға разы болсын. Өмірлеріңізге, кәсіптеріңізге берекет берсін иншалла. Ассаламағалейкум. Allah, сын берсең сабыр сыйла.